Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 162-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғасыр. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі. Бүгінгі сабақта сендер шамалардың мәнін салыстыруды және олармен амалдар орындауды үйренетін боласыңдар. 1995 жылы 18 қазанда еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп жарияланды. Сен Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұратынын білесің бе? Жалпы біздің Қазақстан мемлекеті көп ұлтты мемлекет. Жақында осы 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп аталады және осы мерекені атап өттік. Бірінші есеп. Өрнектердің мәнін тап, жауаптарын өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта. Мақалдың мағынасын түсіндір. Бұл жерде біз есептерді шығарып аламыз. 230 секундқа 3 минут 50 секундты қосамыз, яғни минутты секундқа айналдырасыңдар. 3 минутта 180 секунд бар. 180-ге 50-90 кезде 230 секунд болады. 230-ға 230 секундты қосқан кезде 460 секунд болады. Бұл жерде сендер кіші өлшем бірлікті үлкен өлшем бірлікке айналдыра отыра есептейтін боласыңдар. Ретімен есептеп болғаннан кейін, енді өсу ретімен орналастырған кезде бізде бірлік болмай, тірлік болмас деген мақал шығады. Екінші есеп. Сөйлемді оқы. Сен өзіңе таныс емес қандай бірлікті байқадың? Бұл жерде бізде 8 ғасырдан бастап 9 ғасырдың ортасына дейін Әл-Мансұр халиф Бағдат жерінде ішінде телескоп және кітапхана бар. Даналық үйін ашады. Оған ғалымдарды жинайды. Жалпы уақыт ғасырдың уақыттың үлкен өлшем бірлігі. Яғни бір ғасырда 100 жылға тең. Үшінші есептің А тапсырмасы. Сұрақтарға жауап бер. Қай ағаштар 2 ғасырдан артық тіршілік етеді? Ең аз тіршілік ететін ағашты ата. Бұл жерде көріп отырмыз, қай жыл ең азы бізде шетен ағашы, бұл жерде 80 жыл өмір сүреді екен. Ал 2 ғасырдан артық өмір сүретін ол бізде жөке 500 жыл өмір сүреді, көктерек 300 жыл және шырша 500 жыл өмір сүреді екен. Енді А тапсырмасы. Кесте бойынша сұрақ қой, есептер құрастыр және шығар. Шырша ағашы көктерек ағашына қарағанда неше жыл артық тіршілік етеді? Шырша бізде 500, көктерек бізде 300. 200-ге артық, 200 жылға артық тіршілік етеді екен. Міне осыған байланысты өздерің кез келген сұрақ құрастырсаңдар болады. Мысалға, жөке ағашы неше жыл өмір сүреді? Шетен ағашы қайынға қарағанда нешеге кем өмір сүреді деген сияқты сұрақтарды құрастыра берсеңдер болады. Төртінші есеп бізде салыстыр. Демек бұл жерде жыл, ай берілген. 2 жылда айға айналдырамыз өткен кіші өлшем бірлікке. 2 жылда 24 ай, 1 жылда 12, 2 жылда 24 ай бар. 24-ке 4 тоқсан кезде 28. 28 мен 32 айды салыстырған кезде 32 ай 28-ге қарағанда үлкен. Міне осылай есептерді салыстырып шығасыңдар. Өздерің осы есепті шығарып болғаннан кейін менің есебіммен салыстырсаңдар болады. Бесінші есеп. Есептерді шығар. А тапсырмасы. Шарт құрып шығарамыз. Астанадағы этноауыл ұлттық мәдени кешінде 1-ші күні 150 турист, 2-ші күні одан 57 турист кем келді. Екіншісі кем деп тұр. Осыған назар аударамыз. Ал 3-ші күні 1-ші және 2-ші күндері қанша болса, сонша турист келді. Этноауыл ұлттық мәдени кешіне
3 күнде барлығы неше турист келді? Бірінші күні 150, екіншісі 57 кем болса, біз азайтамыз. 150-ден 57-ні азайтқан кезде 93, екінші күні бізге 93 турист келді. Енді үшінші күнді табу үшін барлығын қосып шығамыз, яғни бірінші мен екінші күндегінің. 150-ге 93-ті қосамыз, 243 болады. Демек, үшінші күні 243 турист келді. Енді бізде барлығын табу үшін бірінші күн, екінші күн, үшінші күннің қосып шығамыз. 150-ге 93-ті қосамыз, және 243-ті қосқан кезде 486 шығады. Этноауыл ұлттық мәдени кешіне 3 күнде барлығы 486 турист келді. Тапсырмасы: шеберлер ауылында 60 қолөнер шебері ағаштан, ал олардың 3-тен 1 бөлігін құрайтын шебер металдан қалай бұйым жасайтынын көрсетті. Ал металдан бұйым жасайтын шеберлерге қарағанда 32-сі артық шебер киізден бұйым жасап көрсетті. Барлығы неше шебер өз өнерін көрсетті? Міне суреті көрсетіліп тұр. Ағаштан 60 шебер, металдан ағашқа қарағанда 3-тен 1 бөлігі деген сөз 3-ке бөлу, демек 60-ты 3-ке бөлген кезде 20 болады. Демек металдан 20 шебер жасайды, және де металл бұйымынан жасайтын шеберлерге қарағанда 32-сі артық киіз шебері. Демек артық десе қосамыз, 20-ға 32-ні қосқан кезде 52, демек киізден жасайтын шеберлер 52. Енді барлығын табу үшін қосамыз әрине. Сол кезде бізде ағаштан жасаған 60, металдан 20, киізден 52 шебер жасап отыр. Енді барлығын қосқан кезде 132 шебер болады. Барлығы 132 шебер өз өнерін көрсетті. 6-шы есеп: бос орындарды толтыр. Бұл жерде үлкен өлшем бірліктерін, уақыт өлшем бірлігін біз кіші өлшемге айналдырамыз. 5 ғасырды 2-ге көбейтеміз. 5 ғасырда 1 ғасырда 100 жыл бар, және де 5 ғасырда 500 жыл, 500-ді 2-ге көбейткен кезде 1000 жыл болады. 8 ғасыр 10 жылды 9-ға бөлеміз. 8 ғасырың 800 болады. 800-ге 10-ды қосқан кезде 810, 810-ды 9-ға бөлген кезде бізде 90 жыл болады. Міне осылай есептердің барлығын айналдырып, қосу керек болса қосамыз, азайту керек болса азайтамыз. Және де бұл есепті өздерің шығарып алыңдар. Содан кейін ғана менің көрсеткен үлгі бойынша есептеріңді тексеріңдер. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, видеоны басынан көріңдер. 7-ші есептің тапсырмасы: сұрақтарға жауап бер. Қандай жануар 1 ғасырдан артық өмір сүреді? Қандай жануар 2 ғасырдан артық өмір сүреді? Ал табамыз. Жалпы бізде киттер берілген, кірпі, қолтырауын берілген. Енді осыны тасбақаларды, жалпы тасбақа қанша жыл өмір сүреді? Бізде Галапагос тасбақасы 250 жыл өмір сүреді. Ал Гренландия киті 211 жыл өмір сүреді. Піл 80 жыл өмір сүреді. Қызыл теңіз кірпісі 200 жыл өмір сүреді. Ал қолтырауын 100 жыл өмір сүреді екен. Енді бізде 2 ғасырдан артық өмір сүретін ол бізде Қызыл теңіз кірпісі 2 ғасыр, және Галапагос тасбақасы 250 жыл өмір сүреді, және Гренландия киті 211 жыл өмір сүреді. Енді тапсырмасы: кестедегі мәліметтерді пайдаланып есеп құрастыр. Өте оңай есепті. Осы кестеге байланысты есептерді құрастыра бересіңдер. Кем, артық деп. Мысалға, Галапагос тасбақасы 250 жыл өмір сүреді. Қолтырауын белгісіз неше жыл өмір сүретін, бірақ тасбақа қарағанда 150 жылға кем. Қызыл теңіз кірпісі белгісіз, бірақ екінші қолтырауынға қарағанда 100 жылға артық дейді. Енді қолтырауынды табу үшін кем десе азайтамыз. 250-ден 150-ді азайтқан кезде 100 жыл. Біздегі қолтырауын 100 жыл өмір сүреді. Қызыл теңіз кірпісі одан 100-ге артық болса, 100-ге 100 қосқан кезде 200 болады. Міне осылай сұрақтарды құрастыра бересіңдер.
Сегізінші есеп теңдеулер, яғни күрделі теңдеулер. Біз күрделі теңдеулерді жай теңдеуге айналдырасыңдар. Белгілі амалдарды орындап аласыңдар. 12-ні 6-ға көбейтеміз 72, 72-ні 9-ға бөлеміз, сонда 8 болады. Бірінші теңдеуде бізде x-іміз 8 санына тең екен. Келесісінде y-ті табу үшін 155-ті 5-ке көбейтіп аламыз, 775 болады. 775-тен 452-ні азайтқан кезде 323. Демек біздегі y 323 санына тең деген сөз. Келесісінде де 63 көбейтілген y тен 63 көбейтілген 0. 63-тен 0 көбейткен кезде 0 болады. 0-ді 63-ке бөлген кезде 0 болады. Демек біздегі y 0 санына тең. Келесі 80 көбейтілген a тең 1000 азайтылған 680. 1000-нан 680-ді азайтқан кезде 320 қалады. 320-ны 80-ге бөлген кезде 4 қалады. Демек біздегі a 4 санына тең. 9-шы есеп. Анасы Алмаға, Жанарға, Шұғылаға көйлек тігіп беру үшін қызыл, жасыл, сары түсті мата сатып алды. Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес. Демек Алманыкі жасыл, қызыл болмаса, Алманыкі сары түстен тігіледі көйлек. Алмаға алынған мата қызыл да, жасыл да емес, Жанарға алғаны жасыл емес. Демек Жанар жасыл алмаса, сарыны алма алса, демек Жанарда бізде жасыл емес, демек Жанарда қызыл деген сөз. Ал Шұғыланыкі белгілі болып тұр. Шұғыланыкі қандай түсті мата сатып алынды? Қыздардың әрқайсысында қандай түсті мата сатып алынды? Кесте құрып шығар деді. Міндетті түрде кесте құрсаңдар осылай тез шығарасыңдар. Шұғыла жасыл түсті көйлекті сатып алды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.